Қазір мен бейне және аудио жазғыш түсіріп отырмын. Ескертіп қойын. Таныстырып өтсеңіз өзіңіз. Жоқ. Сонымен өзіңіз таныстырып өтсеңіз дедім. Секунду дейм. Аты жөніңіз білген компьютер қарайсыз ба? Жоқ. Сіздің біздің бөлімге жазған өтінішіңіз, арызыңыз бойынша 10 желтоқсан күні ответ аласыз. Жеке және заң тұлғалардың өтініштерін қабылдау тәртібі туралы заң 12 бабы бойынша. Жақсы, өзіңіз таныстырып өтіңіз енді. Мен Жанбол Шекербекұлы Рахматуллан. Сіз? Секрет қой? Тез, аты жөніңіз, мамандығыңызды кім болып істейсіз, тез. Жоқ, сіз не үшін түсіріп жатсыз мені? Не үшін түсіріп жатырмын? Мына сізді бақылау үшін. Сосын келген жоқсын анау болмас үшін. Келген жоқсыз. Дәлел болу үшін. Заң бойынша мен түсіре алмаймын ба мемлекет қызметті? Заң аясында 30 күн ішінде. Түсіндім ғой, қазақша түсініп тұрмын. Мен мемлекет қызметкерді жұмыс уақытында түсіруге құқым бар ма, жоқ па? Құқыңыз бар, алдын ала ескерткен болсаңыз. Ескерттім ғой, болды. Енді аты жөніңізді кім болып істейсіз, болды. Соны ата болды, маған ештеңе керек емес. Мен түсінуімше, мына жерде көп кідіргенге қарағанда заңсыз жұмыс істеп отқан біреусің ғой? Неге заңсыз жұмыс істеп жатырсың? Енді атасы өзің тез біз қайтайық. Сосын 11 желтоқсан келеміз. Сіз таныстырған жоқ па? Жеріңізді қалай топтаңыздар, кім деп, мысалы, не үшін келдіңіз, сіз мен атымды іздеп келген жоқсыз? Хит боласың ба ютубта, бауырым, тез атыңды аташы, мен қайта салайын, шығармайын пока что. 11 желтоқсан егер тағы да қырт деп атсаң, сол кезде шығару мүмкін. Әкәс шығармай, мен жай ғана архив ретінде жинап жатырмын. Аташ аты жөніңді. 11 желтоқсан күні заң аясында сіздер жауап аласыз. Кім Нұрдәулет, сен бастық адамсың, заяны жерге келсең бәрі заң талқылап кетесіңдер да, ал істеп жатқан бір шаруаларың жоқ қой бұл жерде. Айтасы, аты жөніңді айтшы болды, соны біз кете берейік. 11 желтоқсан күні Так, жауапты мына мемлекеттік қызметкер жұмыс уақытында бетпердесіз отыр, 83.300 ба? Жақсы, болды. Таныстырмайсыз ғой өзіңізді. Қарсысыз ғой аты жөніңізді атауға, иә? Қарсы емес пе? Мен осы елдің азаматын, жеке куәлігін көрсетейін ба? Көрсетейін ба? Мен түсін ба, не көрсетіңіз дейді. Сен өзің таныстырмай өтсін, иә? Неге таныстырмайды? Мынаның басшысы кім? Мадина ма жаңа? Жоқ. Кім? Екінші комитетте отырады. Жақсы. Екінші кабинет. Қайырлы күн. Бір минутқа келіп, тесте жауап беріп жүрсіңіз. Жанбол Шекербекұлы Рахматуллан, бейне және аудио жазба жүргізілуде. Нұрдәулет деген басшысыз ба? Жоқ, соның басшысы керек маған. Басшысы? Иә. Бөлім басшысы. Таныстырыңызшы өзіңіз. Әлібек, Бабаев Әлібек. Бөлім басшысының міндетін атқарушы. Қай бөлім басшысының міндетін атқарушы? Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық. Басшысының өзі қайда? Басшының өзі жұмыстан шығып кеткен. Уақытша. Нұрдәулет маған аты жөнін толық атамай отырды. Ешқандай қарсылығым жоқ еді ол жігітке. Кішкене кемістігі бар ма әлде жұмыста заңсыз отырма, не үшін өзінің мамандығын және кім болып істеп отқанын аты жөнін атамай отыр? Кемістігі жоқ ол. Жұмыста бәрі заңды орналасқан ғой? Заңды орналасқан. Жұмыс жасап жатыр. Осы елдің азаматы келіп талап еткен кезде, арыз жазған кезде аты жөнін атау керек па, керек емес па? Өзін таныстыру керек па, керек емес па? Таныстыру керек. Түсіндіресіз ба, түсіндірмейсіз ба? Ол түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз ол. Қашан оның нәтижесімен таныса аламын?
Onun нәтижесімен мен қашан таныса аламын, қандай жұмыстар жүргізілгенін. Кешке кезгесеңіз болады. Несі керек еді сізге именно конкретно? Маған аты жөні, лауазымын, соны сұраған мен, мына кісі арыз жазыпты. Сол бойынша аты жөнін сұрасам, мына жаққа фиксировать етуге архивке. Соны айтпай қарсылық танытып отыр. Түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз оны.